Егер балаңыз 5 жастан асқан болса, қазір қасына барыңыз да, қолына қалам беріп, қалай ұстайтынын көріңіз. Егер былай, не былай ұстаса, демек мектепте оған қиын болады. Жазуы жаман болып, мұғалімнен ескерту алып отырады. Олай болмау үшін, мына 3 қарапайым жаттығуды жасаңыз. Сонда сіздің балаңыз жас каллиграфқа айналады. Балаңызбен бірге дауыл желдің суретін салыңыз. Ал енді үйді ұшырып әкететіндей көп дауыл жел салайық. 3D ойықтары бар жазу дәптерлерімен айналысыңдар. Асықпай А әрпін жаз. Мұндай дәптерлер әріптерді дұрыс жазуға үйретеді және әдемі жазуды жаттықтырады. Арнайы дельфин қондырмасы бар қаламмен жазыңыз. Бұл қондырма қаламды дұрыс ұстауға көмектеседі, саусақтарды бекітеді және дұрыс ұстау дағдысын қалыптастырады. Ең қызығы, дәптерлерді шексіз қолданасыз. Сиясы 8 минутта өшіп кетеді. Сонымен қатар жиынтыққа нейрожазу дәптерін сыйлыққа береміз. Осының барлығына Каспи және Халық маркеттен тапсырыс бере аласыздар.